Ал құрметті көрермендер, бүгін көшет егеміз. Мына алманың арасы мына жерде 2 қадам болу керек. Мына арасы 5,5 метр. Себебі алманың арасымен трактор жүреді, көлік жүреді деген сияқты. Қазір жас көшеттерді егеміз. Ол үшін лунка бір шұңқыр қазып алу керек. Сол шұңқырды қазғаннан бастап бәрін көрсетеміз. Жаңа ғана әлеуметтік желіде бір фотоны көрдім. Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев көшет егіп жатыр екен. Фотодан көресіздер. Фотода Ерболат Досаев жап-жаңа күрек ұстап алған. Одан кейін егілген көшетті мына күректің мына жағымен бүйтіп трамбовать етіп нығыздап жатыр екен. Олай істелінбейді негізі ше. Ол көшет еккеннен кейін көрсетеміз сіздерге. Еккен кезде көшеттің калировкасы дейді, өзегін тау жаққа оңтүстікке қаратып еккен абзал болады. Түзу тұрмын. Кейін көшеттер егілгеннен кейін арасына арықты трактормен тартамыз, екі жағынан арық. Сонымен арықпен суғарылатын бақ болады. Және де мына алмалар, алма ағаштары қазір кесілді, обрезка жасалды. Мына кесілген жерлерін май бояумен, масляный краска дейді ғой, сондаймен бояп қойған жөн. Себебі су тисе ағаштарымыз шіруі мүмкін.